Бүгінгі біздің тақырып Қырғызстан мен Тәжікстан арасындағы қақтығыс не үшін болып жатқан және Қырғызстан мен Тәжікстан экономикалық әл-ауқатымен танысамыз. Сонымен Тәжікстан Орталық Азияда орналасқан мемлекет. Тәжікстан Республикасы оңтүстігінде Ауғанстанмен, солтүстігімен батысында Өзбекстанмен, шығысында Қытаймен, солтүстігінде Қырғызстанмен шектеседі. Жер көлемі 143 мың километр квадрат. Халық саны 9 миллион 700 мың адам. Жер көлемі бойынша әлемде 94-ші орында. Негізгі елдің табыс көзі электр энергия өндірісі. Тәжікстан бұрынғы Кеңес одағындағы мемлекет. Тәуелсіздікті 1991 жылы 9 қыркүйекте алды. Ірі қалалары Душанбе, Хожанат, Пенджаген, Тулы, елтаңбасы, мемлекет басшысы Имамуали Рахмон. Мемлекеттік тілі тәжік тілі. Тәжікстан әскер күші бойынша әлемде 140 мемлекеттің ішінде 111 орында тұр. Қырғызстан Орталық Азияда орналасқан мемлекет. Ресми Қырғыз Республикасы Орталық Азияда орналасқан таулы мұхитқа шыға алмайтын мемлекет. Халық саны 6 миллион адам. Қырғызстан Қазақстанмен, Өзбекстан, Тәжікстан, Қытаймен шектеседі. Тәуелсіздігін 1991 жылы 31 тамыз күні алды. Жер көлемі 199.951 километр квадрат. Әлемде 85-ші орында. Ресми тілі қырғыз тілі. Астанасы Бішкек қаласы, 600 мың халқы бар қала. Негізгі елдің табыс көзі электроэнергия, тамақ өнеркәсібі. Мемлекет басшысы Садыр Жапар. Мемлекеттік туы елтаңбасы. Ірі қалалары Бішкек, Ош, Жалалбат. Әскер күші бойынша әлемде 140 елдің ішінде 90-ші орында тұр. Ал енді біз қазіргі әлемді алаңдатып отырған Қырғызстан мен Тәжікстан арасындағы қақтығыс туралы екі елдің әскери күшін салыстырып айтамыз. Қазіргі қақтығыс Қырғызстан Республикасы Баткен облысында болып жатыр. Баткен облысының орталығы Баткен қаласы. 27.700 мың адам тұрады. Ол жер Тәжікстанға шекаралас аумақта орналасқан қала. Баткен облысында 546.400 адам тұрады. Жер көлемі 17.048 километр квадрат. Қазіргі жағдай бойынша Қырғыз-Тәжік шекарасында атыс әлі күнге дейін тоқтаған жоқ. Екі ел бір-бірін айыптап жатыр. Екі жақтан да қайтыс болғандар мен жараланғандар бар. Тәжікстан күштері Баткен облысы Достық ауылында мектепті басып кіріп өз туларын тіккен. Қақтығыс кесірінен Қырғызстанның 15 жасар қызы мерт болды. Қазір Қырғызстанның 42 адамы жараланды, ал Тәжікстанның бір кісінің мерт болып және біраз адамның жараланған туралы мәлімдеме жасады. Қазіргі таңда Баткен облысында адамдарды эвакуациялап көшіру бойынша жұмыс жүріп жатыр. Біз екі ел арасында татулық пен достық болуын тілейміз. Ал енді екі елдің әскери күшін салыстырайық. Екі ел арасындағы қақтығыс жақын арада тоқтап, достық пен ынтымақтастықта өмір сүруін тілейміз. Видео сізге ұнады деген ойдамын. Видеоны аяғына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.